Әйюп пайғамбар, алейхиссалам. Әйюп, алейхиссалам, Ысқақ пайғамбардың Айыс деген перзентінің баласы. Әйюп пайғамбар атасы Хазірет Ысқақтың берген батасының арқасында шаңырағына көп берекет тарып, шаңырағы балаға, өрісі малға, қамбасы астыққа, сандығы алтынға толыпты. Кейбір деректерде жары Рахима Жүсіп пайғамбардың алейхиссалам қызы екендігі айтылған. Хазірет Әйюптің ең үлкен сынағы осы көл-көсір байлық еді. Алайда ол дүниеге еш құмартпады. Хақ тағалаға құлшылық жасауды, Алланы дәріптеуді ол бәрінен жоғары қоятын. Кейіннен Хазірет Әйюпқа осынша байлығы өз алдына Шам жақтағы бір елді дінге шақыру үшін пайғамбарлық уәзипасы берілді. Ол сабырлығы мен хаққа деген іңкәрлігімен танылған пайғамбар еді. Алла тағала ел ішінде сынақ қылу үшін оның барлық байлығын қайтарып алды. Бір жолғы апат 4 түлік малынан тышқақ лақта қалдырмай жұтып кетті. Алтындары түгіл, бала шағасы қырылып шаңырағы ортасына түсті. Алайда осының бәріне сабырлық танытқан Хазірет Әйюп ешкімге мұң шақпады. Қара халық мұның осы қылығына қатты қайран қалып, бастарын шайқады. Алла тағала оның қаншалықты ықыласты, рухы биік адам екенін көріңдер дегендей, хақ пайғамбарда адам жаны күйзелетін дертке шалдықтырды. Пайғамбарда жұқпалы ауру яки сырт көзге жиіркенішті дерт болмайды. Олардың бір ерекшеліктері сырт көзге тартымды болулары қажет. Жай ғана жараның өзі олардың осы ерекшеліктеріне қайшы келеді. Өйткені олар пайғамбар болғандықтан қасына келген адамдарды шошытпай, қашанда дене бітімімен де өзіне тартып тұруы тиіс. Сондықтан олардың тәнінде қандай да бір кемістік болмайды. Әйюп пайғамбардың, алейхиссалам, науқасы да осыған сай науқас еді. Осы науқасын кейбір кітаптарда денесінде құрт қаптап, кеулеп жеп жүрді деп берілген. Бұлай деп ойлау үлкен қателік. Оның дерті пайғамбарлыққа жарасар дерт. Әйтсе де осы дерті күннен күнге меңдеп, жанына қатты батқаны сол, оны көрген адамдар қасында көп тұра алмайтын. Бұрын соңды болмаған мұндай дертті көрмеген халық оған жан ашып, жүректері ауырса да, көңілін сұрап баруға дәті шыдамайтын болды. Қасында сүйген жары Рахима ғана қалып, күндіз түні жанынан бір елі айырылмай күтімін жасады. Қолы қалт еткенде, жеңіл-желпі жұмыс жасап, күнкөріс нәпақасын тауып отырды. Осыған орай бір күні Рахима әлде бір шаруалармен сыртқа шығып кеткен болатын. Сол мезгілде Хазірет Әйюптің алейхиссалам дерті қатты асқынып, жаны қысылып, әйелін көмекке шақырды. Оған жауап қайтарған әйелі болмады. Осылайша сүт пісірім уақыт өтті. Жаны қиналған Әйюп алейхиссалам қатты ашуланып, осыдан дертімнен айықсам, оған жүздіре соған деп ант етті. Ауыр дертке шалдыққан хақ пайғамбар азаптан арыла алмай, Алла тағалаға сабырлық көрсетіп, жаны қанша қиналса да құлшылығымен зікірін азайтпады. Қайта уақыт өткен сайын жаратқанға деген сүйіспеншілігі, сабырлығы, құлшылығы һәм жақындығы арта түсті. Бұл кездері шайтан да қарап қалмады. Мың түрлі айламен оны азғыруға тырысты. Ібліс оған: сен ілгерде 4 түлігің сай, 4 құбылаң түгел, бала шаған көп, дүниесінің есебін білмейтін осы аймақтың атақты байы едің. Енді жатқан жатсың мынау, байлық тұрмақ, дені басыңда сау емес дейді. Сонда Хазірет Әйюп: олардың иесі мен емес, жаратқан Раббым ғой. Ол өзі берді, өзі алды. Ол өз мүлкін қайда қоям, қайда берем десе де өз еркінде. Біз оны емес, ол бізді сынайды деп жауап береді. Ол Алла тағалаға сыйынып: Раббым, рас, мені шайтан бейнетпен қинауға ұшыратты деп жалбарынды. Әйюп пайғамбардың дұғасы. Хақ пайғамбардың науқастанып жатқанына көп жылдар болды. Бағзы деректерде оның 13 яки 18 жыл науқастанғаны айтылады. Осы дерт бір күні қатты асқынып жүрегімен тіліне шапты. Ол ауру азабын қаншама тартса да, хақтан үмітін үзбеген еді. Сол себепті ол Аллаға жақындай түсіп, оның Шафи есімін терең түсініп, тынбай зікір етіп келген. Ал қазір сол дерт меңдеп, жүрегімен тіліне жеткен кезде, оны хақ тағалаға деген құлшылығыма залал тимесе екен деген ой мазалай бастады. Ақырында бір байламға келіп,
Хақ тағалаға: «Я Раббым, бұл дерт маған залалын тигізе бастады. Саған лайықты терең құлшылық ете алмайтын түрім бар. Сен рахымдылардың ең рахымдысысың» деп дұға етті. Хақ тағала оның дұғасын қабыл етіп, аяғыңмен жерді теп, міне саған шомылатын әрі ішетін суық су дейді. Хақ пайғамбар осы бұйрықты алғаннан кейін дереу жерді теуіп қалып еді, жер астынан мөп-мөлдір су бұрқылдап шыға бастады. Ол сол суға шомылып, қанғанша ішіп мейірін қандырды. Сонда Хақ тағала шипасын беріп, қанша жылдық науқасынан бірден айығып, бұрынғы қалпына келді. Қаншама жылдан бері тартқан азабы көрген түстей өте шықты. Әйюп пайғамбардың осы суға түсіп емделуі кейінгі ұрпаққа дәстүр боп қалды. Халықтың қазіргі жылы су, шипалы су деген сықылды суларға емделуі осы Әйюп пайғамбардан басталған ба дерсіз. Науқастан айыққан Хақ пайғамбар есін жиып, көңілі көншіген соң, ауырып орнынан тұра алмай жатқан кезіндегі әйеліне 100 дүре соғу антын есін алды. Бірақ оған соншама жыл қасынан бір елі айырылмаған сүйген жан жарына дүре соғу оңайға соқпады. Мұншама жыл опа көрсетіп, жанына серік болған әйеліне қайтарған жақсылығы осы ме еді? Егер ұрмаса берген уағдасынан қайтып танбақ. Сол сәтте Алла тағала пайғамбарына рахым етіп, уақи жіберіп, қолыңа бір топ шөптің сабағын алып, сонымен бір ұр, сертіңнен қайтпа дейді. Хақ тағаланың осы әміріне Әйюп пайғамбар қатты қуанды. Дереу қолына бір топ шөптің сабағын алып, сонымен әйелім бір рет ұрды. Сөйтіп ол 100 дүре соғамын деген сертін орындады. Сынақтан өтуі. Әйюп пайғамбар осылайша сынақтан мүдірмей өтіп, өзінің Раббысының құзырында сабырлы, тақуа құл екендігін дәлелдеп, елге өнеге болды. Алла тағала оған нығметін бұрынғыдан да мол ғып үйіп төкті. Құранда бізден рахым әрі ақыл иелеріне үгіт ретінде оған отбасын, айналасын бір есе артығымен бердік дейді. Көп замай оның өрісі малға, қорасы қойға толды. Қисапсыз қазына мен есепсіз дүниесін көргендердің есі кете бастады. Шаңырағындағы улап-шулап ойнаған балалар олардың көңілін сергітіп, бар дертін ұмыттырды. Деректерде оған елінен 7 адамның иман келтіргені, өзі 140, яки 93 жасында қайтыс болғаны туралы айтылады. Ол туралы Құранда, расында, оны сабырлы көрдік. Ол қандай жақсы құл, өйткені ол өте мойынсұнғыш дейді. Бұл өмірде адамның дүниелік 3 байлығы бар. Ол байлық, нәсіл, денсаулық. Һәм бұл үшеуі пендеге берілген негізгі сынақтар. Көбінесе бұл фәниде осы 3 сынақтан көптеген жұмыр басты пенделер сүрініп кетіп жатады. Мысалы, біреуге байлық беріледі де, көп замай бір сәтте жоғалтып тақыр кедей болып шығады. Ол сонда кейде осы сынақты көтере алмай, Хақ тағалаға қарсы шығады, яки өзіне қол жұмсап, шыбын жаны мәңгілік азапта шырқырайды. Ол сонда кейде осы сынақты көтере алмай, Хақ тағалаға қарсы шығады, яки өзіне қол жұмсап, шыбын жаны мәңгілік азапта шырқырайды. Ендеше Әйюп пайғамбардың сабырлығы осындай жандарға өнеге. Әйюп пайғамбар алейхиссалам да өзіне берілген міндетті толық орындады. Кейінгі ұрпақтарға сабырлықтың өшпес өнегесін қалдырды. Көктен түскен уақи тоқтап, уәзипасы біткен шақта өмірден озып, Раббысына қайтты.